Сізге егер осы өмірде тегін әрі шексіз интернет бар деп айтсам сенесіз ба? Иә, негізі бұл бар, және де көп айтыла бермейді. Соған біз тоқталатын боламыз. Сәлем әлем, бүгін біз тегін шексіз интернеттің сырын білетін боламыз. Ол үшін міне Play Market'ті арнайы ашып қойдым. Жазамыз Anonytune деп. Anonytune. Міне A-N-O-N Y-T-U-N. Міне жаздық. Бірінші установить басамыз. Тез болады, себебі 2-ақ мегабайт. Сонымен бастырылды. Бұл кез келген байланыс жүйесіне болады. 6 Tele2 десеңіз де. Міне басталды. Ашайық. Енді қараңыздар. Міне алдымен бұны настройт етіп алайық. Рет басайық. Бірінші VPN settings басайық. Міне қараңыздар. 3 нүктені басын VPN settings кірдім. Енді compress packets дегенге on дейміз. Сосын барып mood size. Бұнда 1500 емес, 1400 қоямыз. Қойдық. Енді Google DNS тұра берсін. Болды. Осымен бітті. Save дейміз. Енді қараңыздар. Still settings дейміз. Бұнда енді Still tunnel on дейміз. Келесі сол 80-80 емес, 80-81. Сосын барып TCP-дің орнына HTTP. Сөйтіп, наяқта өзіміз custom қоямыз. Жарайды, custom. Енді Facebook емес, сіз неге шексіз қылғыңыз келеді? Мысалға маған YouTube. Себебі YouTube көп не жейді? Мегабайт деген сияқты. Сосын бесеуіне де галочканы қойып шығамыз. Save дейміз. Нанты save дейміз. Сонымен бітті. Енді наяқта best performance деген не білдіреді? Бұл ең жақын ел болғандықтан сонымен қосылады. Қараңыздар, connect дейміз. Окей дейміз. Мынау реклама шығады, осындай жарнама жаба саламыз. Міне connect деп тұр. Егер connect деп тұрса, демек бәрі жақсы, сіздің интернетіңіз кетіп жатқан жоқ. Ал егер бұл қазір жағдайды қарастыратын боламыз, онда интернет кетіп қалатын. Міне тура сол жаңағы настройкасымен менің соткамда енді. Менің соткам Samsung Galaxy J2. Мені басайық. Мені connect деймін. Connect едім. Енді қазір өз қосылып жатыр. Қосылу керек. Қазір. No. Мені қосылды. Көріп тұрсыздар, кілт тұр. Бұнда бұл не білдіреді? Бәрі жақсы деген білдіреді. Кілт деген жақсы, сіз интернет кетіп жатқан жоқ. Енді қараймыз, кілт жоқ болып кетті. Is disconnect. Былайша айтқанда қайттан шығып кетті. Міне мынаған қарайсыздар, waiting for connectivity деген демек шығып кетті деген сөз. Міне қайттан қосылды. Бұл жаман, себебі сіздің интернетіңіз анда-санда кіріп, кетіп тұрады да. Сонымен қоса, сіздің неңіз интернетіңіздің жылдамдығы жай болуы мүмкін, себебі бұл VPN сервисті, и VPN сервис болған соң, сіз интернетке кіргенде басқа бір жерден кіріп жатқан сияқтысыз да, сөйтіп сол жаққа барып, сосын барып интернетке кіреді. Сол үшін ұзақ уақыт алады. Сондықтан да сонша уақыт болады. Жалпы бұл 6 мен Tele2-да істейді. Алайда мен сияқты смартфондарда үстіп жиі шығып кіріп тұрады. Осындай бір кемшілігі бар. Бірақ қанағаттарлық бәрі. Егер де сіз Beeline'да істеп көрсеңіз және де істесе, онда міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Ал істемесе, онда оның да менің Beeline бар. Сонымен амалын тауып көрейін.
бәріне рахмет, сау бол.